Армысыздар, құрметті парламентария. Менің есімім Оралғазы Ақниет. Мен Семей қаласының номер 27 орта мектебінің 9 сынып оқушысы боламын. Бүгінгі күні бізге талдауға беріліп отырған кереметке қарар ел, отан, атамекен, жер жайлы көркемдік шығармалар және оның шешендік өнердегі маңызы. Бүгін өз ойымда мен отансүйгіштік пен патриотизмнің ұғымдарының уақыт аралық айырмашылықтарын, одан алынған сабақ, салдар мен себептерді қарастыратын боламын. Ендеше назарларыңызды аударуыңызды сұраймын. Біріншіден, отан, атамекен деген сөзді естігенде, барлығымыздың ойымызға бірден патриотизм деген ұғым келіп қонады. Патриотизм ұғымының бүгінгі таңдағы маңызымен өткен күндегі оның берілу жолы қалай айырылады. Ендігі барлығымыз білеміз, бүгінгі таңда өз алдына тәуелсіз бейбіт мемлекет болып отырған Қазақстан Республикасының осы тарихи сахнадағы тұғыры биік мемлекет болудағы ат салған еңбегі өте зор. Тәуелсіз мемлекет болу тарих сахнасында ойып тұрып орын алу, ол ата-бабамыздың қанымен, терімен жеткен жетістігіміз болып табылады. Барлығымыз білеміз, қазақ атауы көзін ашқалы жаугершілік заманның түп ортасында жүрген халықтардың бірі болып табылады. Менің ойымша, қазақ хандығы құрылғаннан кейін ол үшін өте қилы уақыттың бірі Қасым ханның өлімінен кейінгі 20 жылда 10 ханның ауысқанынан басталады. Яғни 10 хан ауысып, Қасым хан тұсында жеткен 1 миллион халқымыз шашырай береді. Сәйкесінше қазақ халқына жолдайтын басы болмады, қолдайтын мойны болмады. Соның нәтижесінде олар біркелкі бірліктерін жоғалтып алды. Және де жалпы бүгінгі күнге дейін біздің азаттық жолымызды салып кеткен, отандық түсінігімізді санамызға құйған барлық дерлік ата-бабаларымыздың аңсайтыны ол бірлік болды. Зар заман ақындарынан бастап, бүгінгі таңға дейінгі соңғы жылдары Махамбет Өтемісұлының шығармашылығына дейін қазақтың бірлігіне, басын біріктіруіне негізделген болатын. Барлық дерлік сол кездегі көтерілісті жырлайтын жыраулардың негізі Қазақ хандығының, қазақ ұлтының жалпы бірлігіне негізделді. Ресей империясы бізді басып алмақшы болған кезде, жалпы олардың отаршылығына түскен кезде, олар бізге айтты: тілдеріңді сөйлемейсіңдер, діндеріңді жоясыңдар, ұлттарыңды ұмытасыңдар деген дүниені бізге тақап келіп айтты. Қазақ ұғымын, қазақ деген сөзді бойға сіңіру кезінде барлық атсалысқан ұлт зиялыларын, алаш қауымын біртіндеп жоя бастады. Және осы жерде біздің көреріміз қазақ ұлты өзіндік бір бірегейлігін табу үшін құрбандықтарға өте көп барды. Және ол құрбандықтар бүгінде біз үшін тәуелсіздік, бейбітшілік пен ұлтымыздың бірлігін алып келіп отыр. Осы бірлікті сақтаудағы шешендік өнердің маңызы қандай? Барлығымыз білеміз, шешендік өнер ол қарапайым тұрмыс тіршіліктің негізіне ауқымды формада жасалған шығармалар болып табылады. Және де елді сүю, отанды қорғау ол шешендік өнер үшін әрдайым өзекті тақырыптың бірі болған. Бүгінгі таңда біз осы өзектілігімізді қалай жоғалтып жатырмыз? 21 ғасыр жастар заманы, адамдардың жаңа ағымы дүниеге келе жатыр. Замандану уақыты, жаһанданып жатырмыз деген түсініктерді біз енгізіп жатырмыз, иә? Бірақ осы жаһандану арқылы біз қандай тұтастығымызды жоғалтып жатырмыз? Біз қандай мемлекеттік тұғырлы нақышымызды жоғалтып жатырмыз деген сұрақ қойғым келеді. Сіздер ойлаңыздаршы, біз жаһандануға енеміз деп, мемлекеттік дәрежеде жанданамыз, халықаралық дәрежеде жанданамыз деп отырып, ұлттық деңгейдегі тарихымызды ұмытып бара жатырмыз. Бүгінгі таңда біздің қоғамда екі арба бар. Алдыңғы арба және артқы арба. Алдыңғы арба дегеніміз ол біздің үлкен адамдарымыз, ол манағы КСРО-ның алдынан
бойы туып, өсіп, бүгінгі таңға дейін өмір сүріп келе жатқан адамдар. Олар қазақтың нағыз қазақилық уақытын көрген, және ол қазақилықтың жойылып кетуіне шақ қалған заматта өмір сүрген. Және олар қазақ ұлтының, жалпы Қазақстан деген ұғымының қадірін білетін адамдар болып табылады. Ол барлығымыздың ата-әжеміз, мүмкін арғы ата-әжеміз де болуы мүмкін. Сол адамдар, олар бізге санамызға тоқып келе жатыр. Сендер ұлттарыңды сақтаңдар, тілдеріңді сақтаңдар, өз тіліңде сөйле, өз дініңді сақта, өз ұлтыңның бірегейлігін сақта, оның мәңгілігін сақта. Және де артқарба. Ол әрине біздің жастар. Біз оларға бүгінгі таңда өте үлкен үміт артамыз. Бірақ олар сол үмітті алып келе жатыр ма? Олар кеше мен бүгіннің алтын көпірін құра алды ма? Осыны құрастырайықшы. Барымыз білеміз, қазіргі таңда жаһандану заманында өте үлкен жаңашылықтар еніп жатыр. Яғни батыс мәдениетіне еліктеушілік, технологиялардың басым бөлігі, оның өмірге деген енуі қазіргі таңда өте үлкен рөл атқарып жатыр. Бірақ бүгінгі таңда біз айтамыз, жерді сақтау үшін дейді, ата-бабамыз қолына қылыш алған, майданға шыққан, қанын төккен, жанын берген дейміз. Бірақ бүгінгі таңда жақсы қылыштың керегі жоқ. Шүкір, соғыс заманынан біз өттік. Қазақ енді соғыссыз, тәуелсіз, еркін мемлекет. Бірақ қарапайым ұл балаларымыздың өзі әскерге барып, отан алдындағы борышын өтеуде неге соншалықты әлсіздік танытады? Неліктен олар отан алдындағы борышын орындамайды? Осыны естідіңіздер ме? Әскерге бармау, отанның ертең қорғаушысы бола алмау деген проблема қазіргі таңда туындап отыр. Қыздарымыздың өзге елдің азаматтарына тұрмысқа шығу, өзге елдің демографиясын көтеру, өзге елдің ұлттық құндылығына басымдылығын беру бүгінгі таңда үлкен мәселе. Айтыңыздаршы, қашан қазақ елі қазақтың қызына өзге ұлттың жігітін тең көріп еді? Қашан біз өзге ұлттан қыз алысып қыз берістік? Қашан біз өз қызымызды өзге ұлттың ошағын сақтау үшін жібердік? Қазақтың әйелі ол қазақтың ұрпағын туышы, ол қазақтың жолын жалғастырушы адамның анасы болып табылады. Және осы таңда бізде өте ауқымды проблема болып табылады. Өзге елге оқуға кетсем, білім алам дейді да, өз елінің беріп отырған мүмкіндіктерін менсінбейді. Өз елінің тарихын сақтау үшін, ұлтын сақтау үшін, бірегейлігін сақтау үшін беріп отырған мүмкіндікті менсінбейді. Тіл білмейтін жастарымыз қаншама, кітап оқымайтын, тарихымызды білмейтін, қазақ хандығының құрылу жылы қанша деген кезде үн-түнсіз қалатын жастар көп. Бірақ соның арқасында олардың қандай да бір аудиториялық дәрежесі, мен тарихыммен мақтанамын деген сөзге ғана негізделеді. Олар бірақ тарихта мақтанарлық не болды деген нәрсені білмейді. Неліктен біз тарихпен мақтанамыз тек қана? Неге біз тарих жасамаймыз? Неге біз ұлтымыздың этностық құндылықтарын сақтау арқылы бүгінгі таңдағы жаңа демді енгізбейміз? Бүгінгі таңда ол проблеманың қалай шешіліп жатқанын сіздерге айта кетейін. Менің ойымша, жастардың жүрген жолымен жүру керек, сөйлеген тілмен сөйлеу керек. Соның бір нақты дәлелі бола білген дүние Экспо 2017 көрмесі. Қазақстан павильонында алғашқы қабатында, білесіздер, Қазақстанның тарихы жайлы айтылды. Сол кезде бізге 4 миллионнан астам адамдар келді, оның ішінде шетелдіктер келді де айтты біздің жастарымызға: сен маған осыны түсіндір, қазақ деген кім? Жалпы сен кімсің? Сен немен мақтанасың деген сұрақты қойды. Ендігі біздің жастарымызда стимул пайда болды. Олар өз мемлекеттің жаһанға таныту үшін стимул пайда болды. Яғни мемлекет, әлем бізге келіп сұрақ қой керек, біз оған бармау керекпіз. Және осы арқылы біз жастарымыздың мемлекет өзіне тәуелді екенін түсіндіру керекпіз. Яғни сен мемлекетке тәуелдісің, бірақ мемлекет саған сол тәуелділіктің мүмкіндіктерін беріп отыр. Сен соны қолдан дейді. Міне, ағайын, енді өздеріңіз де осы сауал өзіңізге қойып көріңіз. Мен отанымның мәңгілік ел болу үшін қандай әрекетімді жасай аламын? Және осы сұрақтың жауабын тапқан кезде сіз шынымен де
алға қояр бір тұтас тұлға болып жетілесіз. Жалпы айтпақ ойым, біз ата-бабамыз салып кеткен жолды, бірлігімізді, ынтымағымызды жоғалтпау керекпіз. Шешендік өнердегі барлық ірі тұлғалардың жазып кеткен сөзін жаттап, ойымызға тоқып, жастарымызға түсіндіріп, өзімізден кейінгі келешек ұрпаққа соны ұғындыру керекпіз. Назарларыңызға рахмет.